ислам және жанұя бағдарламасы. Ассалаумағалейкум ағайын. Азан Атырау радиосында ислам және жанұя бағдарламасы. Микрофон алдында мен Жандос Темірғали. Бүгін біз хабарымызға Арман Исаев шақырып отырмыз. Иманғали орталық мешітінің наиб имамы. Қош келдіңіз. Рахмет, Алла разы болсын. Біз бүгін әке институт туралы сұхбат өрбітеміз. Арман аға, енді өзіңіз білесіз, отбасының темірқазы бұл әке. Отбасында әкенің рөлі ерекше. Асыл дініміз осы әке туралы не дейді? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Әлемдердің Раббысы болған Раббымыз Аллаға мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбар Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламға Алланың игілігі салауаттар, сәлемдер болсын. Ислам дінімізде әкенің орны өте жоғары. Дана халқымызда әке асқар тау деп есептеген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әкенің орнын қашанда жоғары бағалаған. Сол жанұяны алғанда әке Алланың атын атап, сол жанұяны алға сүйреймін деп, сол жанұяны Алланың алдына аманат етіп алып қабылдап, және сол жанұя үшін Алла Тағаладан барлық жауапкершілікті арқалайды. Оның ішіндегі өзінің жұбайының аманаты, перзент аманаттары, өмірде кезігетін әртүрлі сынақтар аманаты, барлығы да сол ер азаматтың мойнында болады. Барлық қиындыққа мойымастан, соған сынып қалмастан, өмірде кезігетін әртүрлі ауыртпалықтардың барлығын арқалайтын ол әке. Сол себептен әкелердің орны сол жанұя темір қазығы мәселесінде өте үлкен деп бағалар едім. Енді қазір қоғамда мынадай проблема бар. Қарттар үйі деген. Оған әке де бар, ана да бар, әже де бар, ата да бар. Осы бір солқылдақ тұсы ғой. Әкенің қадіріне жете алмас ешкім. Бірақ әуелі жаңа айтады ғой, анаңды сыйла, анаңды сыйла, анаңды сыйла, кейін әкеңді деп. Не үшін осы жерде 3 рет ананы айтқан? Заңды сұрақ туындайды енді тыңдармандарда. Біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан бір кісі келіп сұрайды: "Я Расулалла, осы мен ең бірінші жақсылықты кімге жасайын?" деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кісіге "анаңа" деп жауап береді. Екінші кімге жасайын дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тағы да "анаңа" деп жасайды. Үшінші кімге жақсылық жасайын дегенде "анаңа" дейді. Төртінші кімге жақсылық жасайын дегенде "әкеңе" деп айтты. Ол енді әкеге жақсылық жасамау керек деген сөз емес. Ол ананың перзент алдындағы ақысының жоғары екенін көрсетеді. Неге? Себебі жасырылмайды. Оның шариғатымызда барлығына белгілі дүние. Перзент үшін ананың орны, еңбегі өте үлкен. Не үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы 3 рет анаға жақсылық жаса деп айтты деп айтса, осыған ғалымдардың берген жауабы бар. Ғалымдарымыз айтады, себебі ана сол перзентті 9 ай 9 күн көтеріп, өте бір қиындықпенен ауырсынып сол баланы арқалайды. Майлығы айтады ғой, 9 ай 10 күн көтерген еңбегінде өтті ете өлген деп. Осы ғой. Сол еңбектеніп сол 9 ай 9 күн көтерді. Екіншіден, өлім мен өмірдің арасында жатып, сол баланы дүниеге әкелді. Екінші қиындығы. Үшінші қиындығы, шыретіп өмірге келген екен, оған омырауменен сүт беріп ол баланы асырып бақты. Демек, осы 3 қиындықты әке көрмейді екен, ана көреді екен. Сол себептен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 есе анаңа көбірек жақсылық жаса дегені сондықтан. Бұл енді қадірмен жаматтар осыны айлап, әкенің рөлі төмен екен ғой деген сияқты қате түсінікке барады. Ол дұрыс емес. Ол анаға жасаған жаңа еңбегі ескеріліп, 3-есе жақсылық жасаңдар, бірақ 4-шіде ол әкені айтты. Басқаны айтқан жоқ, әкені айтты. Демек, ол да әкенің рөлі шариғатта өте жоғары. Көп адамдар мына хадиспен шатасырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Әл-джаннату тахта ақдамил уммахат" деп. Жұмақ ананың табанының астында деп айтты. Демек, ананың табанының астында тек анамен болсам болды, әкемде шаруам жоқ деген сияқты пікірде. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әке туралы да жұмақтың хабарын айтқан хадисі бар. Оны көп адам естімеген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифте айтады: "Әкелер жәннаттың қақпасы" дейді. Қалаған адам ол қақпаны тапсын, қалаған адам ол қақпаны жоғалтсын дейді. Қақпаны тапсын дегені әкесін сыйлап, сол қақпадан жәннатына кірсін, ал жәннат қақпасын жоғалтсын деген сөз, әкесін сыйламаған адам сол жәннат қақпасына кіре алмайды, жәннат қақпасын жоғалтқан адам деп айтқан. Есептеген. Демек, әкелерді сыйлау арқылы жәннатқа біз кіреміз деген сөз. Тек қана жаңа хадис айтып, жұмақ ананың табанының астына деп, ана арқылы ғана әкеде ешқандай шаруамыз жоқ деген сияқты пікірден аулақ болуымыз керек. Әкені сырып қоюға болмайды. Әкені сырып қоюға болмайды. Әке асқар тау дейді қазақ. Әке асқар тау, әкенің орны ерекше. Айтады ғой қазақта, бір әке 10 баланы асырып бағады. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, қарттар үйі. Ал 10 бала бір әкені асырай алмайды дейді. Бұл біздің қоғамның кемшілігі осы. Біздің қазақ менталитетінде ата институт деген бар, ата әже институты. Әке институт деген бар. Ата дәстүрімізбен, дінімізбен ұштастырып айтыңызшы, әке институты немен өріледі? Неден тұрады?
Әкенің мынау бала тәрбиелеудегі рөлі өте жоғары екен. Мынау бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір кісі баласын көтеріп келеді. Келеді, я Расулалла дейді, мына балам дүниеге келіп жатыр дейді. Бүгін сіздің алдыңызға әкеліп тұрмын дейді. Осы балаға қалай тәрбиелесем екен дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, тааххарта депті. Кешігіп қалдың ғой сен депті жаңа кісіге. Сонда әлгі кісі таң қалыпты. Я Расулалла, мен қалай кешігіп қалдым? Мына балам дүниеге келіп жатқан бүгін ғой. Мен бүгін келдім, мен сіздің алдыңызға бүгін әкеліп тұрмын. Қалай мен кешіктім деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан екен, бала тәрбиесі ана таңдаудан басталады деп айтқан екен. Адам отбасы құрайын деп жатқан кезде сол әке соның барлығын өзінің ақылдылығымен, даналығымен, болашақта сол балдарыма қандай ана болады, сол салихалы жерден, текті жерден деп айтамыз біздер. Қыз таңдауы соның бәрін әкенің ақыл ой парасатынан келіп шығады соның бәрі. Әке соның барлығын жаста болса соның бәрін ойлап, ескеріп, оған мына әкелер сол балдарына көмек көрсетіп, дұрыс жерде таңдау жасауына мүмкіндік жасап, сол балдарға жақсы қолғабыс жасау керек. Жол бағдар болу керек. Жол бағдар болу керек. Және тағы бір айтарым, жалпы біздер көбінесе жаңа айтып жатсыз, қоғамда қарттар үйі бар, біз әкені сыйлау керек, атаны сыйлау керек деп көбінесе сол жағын айтамыз да. Ал әкелердің бала алдындағы міндеті көбінесе айтылмайды екен. Әкелердің міндеті тек қана дүниеге келтіріп қана қойып болды, өссе болды деген емес. Сол балаға жақсы ат қою әкенің міндеті. Міндеттерін айтып өтсең. Жақсы ат қою бірінші. Жақсы ат қою. Және ол балаға азан шығарып ат қойып, ақиқа құрбандарын шалу. Бала дүниеге келген екен, оның шашын алып, сол шашының мөлшерінде садақасын беру. Оның барлығы баланың болашағына жасалып жатқан дұға баталар соның барлығы. Біз енді барлығы алма піс аузыма түс деп қалай болса солай емес, барлығын себептен жасаймыз, шариғат көрсеткен көрсетпе бойынша. Балаға дүниеге келді ма, бірден Құдайға шүкіршілігімізді білдіріп, себебі бала, дүниеге келіп жатқан бала, ол Алланың сыйы. Біз солай шариғатта солай түсінеді. Ол Құдай бермеген баланы ешкім тартып ала алмайды. Тіпті неше түрлі медицинаға барсаңыз да, Құдай бермесе ол баланы жасай алмайсыз. Иә. Алладан келеді бала деген. Сол үшін баланы шариғатта мәуһиб деп айтады екен. Ол дегеніңіз? Мәуһиб деген ол Алланың сыйы деген сөз. Демек, Алланың сыйы сол шаңыраққа беріп жатқан Алланың нығметі. Демек, соған әке қуанады, шүкіршілігін айтады, ақиқа құрбан дейтін құрбан болады. Ол әдейі балаға арнап шалатын құрбан. Бізде құрбан айта шалатын құрбандар бар, нәзір құрбандар бар. Дәл сол сияқты ақиқа құрбан дейтін құрбан бар. Ол құрбан мына баланың болашағына түрлі кедергілер болады екен. Шайтанның азғыруы сияқты, әртүрлі жолдың байлануы сияқты, баланың болашағының байлануы сияқты. Міне сол ақиқа құрбанын шалу кезінде сол баланың болашағына байлап тұрған кедергілерді шешеді екен ғой. Шайтан уәсуәс жасайтын, азғыратын дүниелер болады екен. Міне солардың барлығын шайтанның азғыруынан сақтайтын дұғалардың барлығын оқып, азан шақырылып, аты қойылып, ол бала өскеннен кейін мына шариғаттың әдептері үйретілу керек ол балаға. Әкенің міндеті. Әкенің міндеттері осының барлығы. Оң қолмен ас жеуді, бисмиллямен тамақ жеуді, үлкендерге сәлем беруді, үлкен кісілерге ізет құрмет көрсетуді, қонақ келсе күтуді, осының барлығы әдептер үйретілу керек. Міне содан кейін бала қалыптасып, өмірге отбасы құруға дайын болғанға дейін әкенің тәрбиесінде болады. Міне содан кейін жақсы жарды әке таңдап беруге ол жерде де мүдделі болу керек. Жол бағдар болу керек. Түсінікті. Темірғазығы осы әке дейсіз отбасы. Темірғазығы әке. Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба сонда дейді. Көш қалай түзілсе, оның соңы да солай түзіледі деген қазақтан ақыл бар. Кейде отбасындағы бала кер кетіп жатса, тәрбиеден осалдық кетті-ау деп әкесін кінәлап жатады. Жаңа тәрбиенің маңызын айтып өттіңіз, әкенің өміріндегі отбасындағы бала мен әкенің арасындағы байланысты айтып беріңізші. Айтып отырмыз ғой, бір әке былай деп айтты дейді, тәмсілі бар сондай. Баласына айтқан екен, балам, сақ болып жүр депті. Сөйтсе, әлгі бала айтқан екен, әке, мен емес, сіз сақ болыңыз депті. Мен сіздің басқан ізіңізбен келе жатырмын депті. Сол сияқты дана халқымыз айтады ғой, әке көрген оқ жонады, ана көрген том ішеді деп айтады. Сол әкелер сол балаға, тіпті балаға тәрбие беріп емес, әке өз-өзін тәрбиелесе, сол бала сол әкенің ізімен жүреді, тәрбиелі бала болып шығады сонда. Және айттым, бірде Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху деген ұлы сахаба бар. Сол сахабаға бір әке жалып жасап келеді ғой, өзінің баласы туралы. Айтып кепті халифаға, менің балам депті, өте әдепсіз депті. Мені ренжітеді, ауыр сөздер айтады. Бар ғой, қоғамда қазір бар сондай, өкінішке орай. Соларға арнап айтқым келеді. Әкелерін ренжітетін балдарға айтқым келеді. Ренжітеді мені депті. Сонда әлгі әңгімені тыңдап болғаннан кейін балаға қарап айтты. Осы ма балаң депті? Не депті? Ей бала депті. Омар ибн Хаттаб. Қасиетті Құран-ы Кәрімде ата-ананы
уф деп сөйлеуге болмайды деп айтты. Бұл Алланың бұйрығы депті. Неге ата-анаңды ренжітесің деп, ата-анаңды неге сыйламайсың деп. Сонда әлгі бала тұрып тұра айтты, я амирул муъминин, мұсылмандардың әміршісі, енді сіз мені әкемді сыйламады деп мені айтывасыз, насихат айтывасыз. Ал енді әкем менің алдымда міндеті жоқ па сонда депті. Әкеңнің сенің алдыңда міндеті саған жақсы ат қою керек еді, саған имандылық тәрбиесін үйрету керек еді, саған жақсы ана тауып беру керек еді. Осы міндеттер, онда мен сізге айтайын депті, менің шешем депті, бір Бағдат көшелеріндегі қара базарда құл депті. Екіншіден депті, менің Журайх депті. Журайх деген бір қара қоңыздың аты екен. Мен атымды айтуға ұялам депті. Маған бір қара қоңыздың атын қойған депті. Үшіншіден депті, маған ешқандай имандылық тәрбие ештеңеде маған үйретілген емес депті. Мен қайтып біліп өзіңді біліп әкемді құрметтеймін деп айтқан екен жаңа бала. Сонда амирул муъминин Омар ибн Хаттаб әкесінің не қарап айтқан екен, барлық айып өзіңнен кеткен екен депті. Қайтып енді бұл баланы сыйла деп бұйырасың. Я өзің оған жақсы ат қоймасаң, жақсы ана тауып бермесең, жақсы бір имандылық дәрісін үйретпесең, қайдан бұл бала өзінен өзі ақылды болады? Сені өлтіріп қоймағаныңа шүкіршілік ет деп айтқан екен жаңағы. Сол айтқандай біз балдарымыздың алдындағы міндеттерімізді ұмытпауымыз керек. Балдарымызға жақсы имандылық, әкелердің бір әкенің берген дәрісін бір институт бере алмайды деп айтады ғой дана халқымызда. Сол айтқандай әкенің берген дәрісі, тәрбиесі ол шындары бір үлкен институт бере алмайтындай тәрбиені береді әкелер. Сол себептен әкелерге Алла күш-қуат берсін, тауфиқ берсін. Енді қазір қоғамда әртүрлі ойынға түсіп кетіп жатқан әкелер бар, маскүнемдікке түсіп кетіп жатқан, күнәға беріліп жатқан, үйіне келіп көк тұтынып темекі шегіп отырған, қандай тәрбие береді солар? Солардың барлығы саналары оянып, жаман қылықтың бәрін тастап, сол балдарына жақсы үлгі болса, ертең сол балдарынан қартайғанда жақсылық көреді. Рахат көреді, жақсылық көреді. Қалай арылған дұрыс енді? Мысалы, жаңа өзіңіз айттыңыз, ішкілікке салынған әкелер бар. Өзі балшыққа батып тұрып, өзгеге қалай ол таза қол сыйлайды дейтін әңгіме ғой. Адам тәрбиелейтін орта, адам ортасын ауыстыру керек. Егер ол ішетін адамдармен дос болып жүрсе, мейлі ол кластасы болсын, группаласы болсын, жұмыстасы болсын, сол ортаны тастау керек. Сонда адам жақсылықтарға қосылған уақытта адам өз-өзін тәрбиелей алады. Ертеде 100 адамды өлтіріп қойған бір адам келіп тәубе етем дегенде әлгі ғалым бір бағыт-бағдар берген екен. Сен тұратын жерің қылмыскерлердің ортасы депті. Сол ортаны тастап, тақуа Құдайға құлшылық ететін, барып мешіт жамағатына сондайларға барып қосылған. Сонда Алла сенің тәубеңді қабыл етеді. Алла сені жақсылыққа өзгертеді деген екен. Сол себептен Алла адамды өзгертетін дүние орта. Адам табиғаты өте әсерленгіш табиғат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, түйе баққан адам дөрекі болады, қой баққан адам жуас болады деп айтады. Бұл не білдіреді? Бураның етін жеп, бураның мінезін көріп өскен адам бураша ақырады да. Ал қойдың жуастығын көріп, қой жеп, момындығын көрген адам қойдай момын болады. Демек, адамның табиғаты әсерленгіш табиғат деп жатқаным сол. Тіпті жан-жануардан, адам түгіл, жан-жануардың өзінен адам әсерленеді екен ғой, басқаны айтпағанда сізге айтайын. Ол рас па? Жылқы мінезді халық, қой мінезді халық дейді ғой. Жылқының етін жесе жылқыша ақырады. Рас. Ол адамға пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде бар. Иә, соны сұрайды. Соның әсері өтеді деген адамға. Түйе баққан адам дөрекі болады, қой баққан адам жуас болады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде бар ол нәрсе. Ол рас нәрсе. Адам табиғаты өзі сондай әсерленгіш табиғат. Түптеп келгенде жейтін тамаққа да бой болу керек дейтін әңгіме ғой. Адал ас арқылы да адам бойын түзейді ғой. Сол себептен мына әртүрлі қазір мына қоғамда дерт болып жатқан дүние, мына букмекер ма ақшаларын бәрі ойынға салып жіберетін, құмар ойынға берілген жастар көбейіп бара жатыр. Себебі мешітке отырған уақытта көптеген ата-аналар зар еңіреп жылап келеді осыған. Міне сол осы ойынға кіргелі осы отбасымыздан береке кетті деп. Ол түбі жақсылыққа апармайтын дүниелер ғой. Түсінбеймін мен соларға қалай соған кетіп қалады. Бірақ енді оның халіне түсіп көру керек шығар. Енді Құдай ондайға түсірмесін. Ат баспаймын деген екі басады дейді ғой. Қателеспеймін дейтін адам болмайды. Бірақ біз енді шариғатты білген екен ол нәрсеге жоламаймыз ғой. Олар ойлайды ғой. 10 мың теңге салсам 50 мың теңге балам деп солай дәмеленіп, соның артынан сағым қуған жастай сол елесті қуып кете береді. Бір күн артына қараса, я отбасы жоқ, я ата-анасы жоқ ойым деп жатқан, дымсыз тақырға отырған көреді да, Алла сақтасын. Сол себептен ертерек сол жастарымызға Алла сана берсін деп тілегім келеді. Маған өте көп адамдар хабарласады осы жөнінде. Өте көп адамдар. Мен жүрегім ауырады сондай ата-аналардан. Енді шарасызбыз. Дұға қылғаннан басқа не істейміз? Алладан дұға тілеп, я Раббым Алла сол балдарды тура жолға сал деп тілейміз. Сол жүргендердің әрқайсысы әке солардың барлығы да. Болмаса әке болады. Болмаса әке болайын деп тұрған адамдар. Бағдарламамыз түйіндейік. Әкелерге не айтар едіңіз біз тыңдап отырған? Әкелер әрбір отбасыдағы әкені Алла үлкен бір лауазымға тағайындаған екен.
Алла Тағала қасиет Құранда айтады, ар-rijālu қаввамūна аля ниса дейді. Шаңырақтың басшысы ол ер азамат деген. Алла Тағала әкелерді үлкен лауазымға тағайындап тұр. Сіз қаласаңыз да, сіз қаламасаңыз да, әкелер, сіз шаңырақтың басшысыз. Себебі бұл қызметке, бұл жауапкершілік Алланың өзі тағайындап қойған сізді. Сол үлкен жауапкершілікті сол әкелер сезінсе екен деймін. Ол үшін әке еңбекқор болу керек, адал кәсіп жасау керек, жалқаулықты қою керек, сол отбасына қамқор, мейірбан болу керек. Мен басшымын екен деп келіп ұрып соғып әйелінің көзін көк ондай емес. Басшы адам мейірімді болу керек. Басшы адамның қасиеті қандай деп сұраған екен ғалымдардан. Басшы адам өзінен үлкендерге бала бола біледі. Мысалға ұжымда сіз бір мекеменің ұжымның басшысы дейік. Сізден үлкен, жасы үлкен адамдар болады сол ұжымда. Сол өзінен үлкендерді әке, одан жас кішілеулерді аға қылады, өзінен жас кішілерді іні бауыр қылады, одан кішілерді өзінің баласындай қамқорлайды деген екен. Міне басшы адам солай болады. Демек әкеде сол өзінің жанұясына барлығына мейірім шашып қамқор болу керек. Әке балаға қорған болу керек. Әке балаға қорған, ана балаға құрбан деп айтады ғой дана халқымызда. Сол айтқандай сол отбасыға, сол жанұяға бүкіл әкелер қорған болса, осы еліміз бақытты болар еді деп есептеймін. Рахмет Арман ұстаз келгеніңізге. Біз өткен жолы неке туралы сұхбат өрбіткен едік. Бүгін міне әке институты туралы айтып отырмыз. Қызметіңізге сәттілік тілейміз. Амин. Алла абырой биігінен көрсете берсін сізді. Амин. Берекелі шаңырақтың шырағын маздатар ғибратты әңгімелер. Ұрпаққа темір қазық болар ой азық. Эфирде отбасының теңдессіз құндылықтарын паш етер. Ислам және жанұя бағдарламасы.